Сәлем баршаға, Лондоннан жалынды сәлем. Бүгін далада 17 градус жылы, бұл дегеніміз пикникке баратын уақыт. 17 градус Лондон үшін өте жылы. Ендеше кеттік. Пикникке қажетті заттардың көбісін үйден алып алған болатынбыз. Алайда жолда супермаркетке кіруді де жөн санадым. Мына құлпынайлар болса Англиядағы қазақ балалардың фермада теретін құлпынайлары. Супермаркет шағын болса да қажетті тауарлардың барлығы бар. Англияда сүт пакетте емес, осындай пластик ыдыста сатылады. Тауарлардың бағасы Қазақстанмен салыстырғанда орта есеппен айтатын болсақ, жалпы бірдей деп айтуға болады. Бағаларында көп айырмашылық көрмедім. Кейбір тауарлар Қазақстаннан арзанырақ. Тек нанның бағасы ғана қымбат, сапасына қарай 500 теңгеден басталады, 1500-2000 теңгеге дейін барады. Төлем жасау үшін кассирге баруының қажет жоқ. Осындай автоматтандырылған машиналар арқылы төлем жасауға болады. Көктем Лондон қаласында ең көрікті және жағымды мезгілдердің бірі. Наурыз айынан бастап ауа райы біртіндеп жылына бастайды. Сәуір мен мамыр айларында қалада гүлдер гүлдеп, табиғат оянады. Көктемде Лондонда ауа райы жұмсақ, әрі жиі жаңбырлы болады. Орташа температура наурызда 8-12 градус болса, мамырда 15-20 градусқа дейін көтеріледі. Жаңбыр жиі жауатындықтан қол шатыр алып жүру ұсынылады. Көктемде Лондонның саябақтары, әсіресе Гайд парк, Кенсингтон бағы және Редженс парк әртүрлі түсті гүлдермен көмкеріледі. Қызғалдақтар, нарцисстер және сакура ағаштар ерекше әсемдік береді. Көктемде қалада түрлі мәдени шаралар мен фестивальдар өтеді. Мысалы, Chelsea Flower Show, әлемге әйгілі гүлдер көрмесі. Ол мамыр айында өтеді және туристерді көптеп тартады. Көктем Лондонды аралау үшін ең қолайлы уақыт. Ауа райы тым ыстық та емес, тым суық та емес. Көптеген туристік орындарда адамдар аздау болады, ал қаланың көркем табиғаты мен сәулеті ерекше әсер қалдырады. Ал біз үйімізден алыс емес жерде орналасқан Ллойд паркке келдік. Бұл Лондондағы тыныш әрі көрікті демалыс орны. Ллойд парк Лондонның солтүстік шығысындағы Уолтhamstow ауданында орналасқан әдемді қоғамдық саябақ. Бұл парк жергілікті тұрғындар мен қала қонақтары үшін демалуға, серуендеуге және табиғат аясында уақыт өткізуге арналған сүйікті орындардың бірі. Ллойд паркі 19 ғасырдың соңында салынған. Ол атақты суретші және дизайнер Уильям Моррис тұрған үйдің айналасында орналасқан. Қазір бұл үй Уильям Моррис галерея ретінде жұмыс істейді және келушілер үшін ашық. Парк аумағында әдемі жасанды көлшіктер, гүлзалалар және ағаштар отырғызылған тыныш аймақтар бар. Балаларға арналған заманауи ойын алаңдары мен спорт алаңдары бар. Саябақта шағын кафелер, пикник жасайтын орындар, серуендеуге арналған жолдар бар.
Сайбақ ішіндегі Уильям Моррис галерей бұл сәндік өнер мен қолөнер қозғалысының негізін қалаған Уильям Морристің шығармашылығына арналған музей. Көктем мен жаз мезгілдерінде Ллойд парк гүлдермен көмкеріліп, жанданып кетеді. Бұл жерде табиғат аясында серуендеп, демалып, өнер мен тарихқа үңілуге болады. Yeah. Ал біз жақсы орын тауып жайғастық. Біз айналып жатқан кезде күн шығып тұрған. Ал енді күн бұлттанып, жел болып кетті. Бұл Лондон. Hi Sophie, say hi. Hi. Get more jelly out. She can't get it out. Why I think I put a rubber band on your sandwich? Good. It's at 25 seconds. Can I stop now? Yeah. Мұнда әртүрлі типтегі адамдар келеді. Кейбіреулері жай ғана велосипед айдауға, кейбіреулер доп тебуге, ал кейбіреулер болса фрисби ойнауға келеді. Күн кішкене салқын болмағаса, негізі ауа райы жақсы болып тұр. How about your bottle? Әрине көпшілігі өздерінің бала шағасымен келеді мұнда. Осындай қақталған жер жаңғақ алып жеп көрейік деп едік, оказывается. Дәмі онша емес екен. Сол күйі қалатын сияқты. Deep roast salted peanuts. Софияға бұл огурцы болса болды. Күн салқын болғаннан соң ба адамдардың дені азайып қалды. Бағана біз келгенімізде мына жерлерде толып отырған адамдар. Қазір кішкене азайып қалды. Біз де көп отырмай қайтатын шығармыз.
Mama, I'm thirsty. Ал біз жиналдық. Енді осы парктың ішінде орналасқан ойын алаңына бара жатырмыз. Baby, little baby duck. Yeah. Another duck, a daddy duck, and a grandma duck, and a mama duck, and baby duck. And there was one kid duck following. Kid duck following. We're not going on any arcade. Мына жерде адамдар келіп кептелерге жем беріп жатады. Сол себепті осы жерде кептелер көп жиналған. Ішінде ақтар да бар, қоңырлар да бар. Бұл жақтың кептелері адамнан онша қорқпайды. Қасында жүре береді осылай. Міне жақыннан видеоға түсіруге болады, адамнан қорқпайды. Ал мына жағы болса ойын алаңы. Паркте балаларға барлық жағдай жасалған. Ағылшынның балалары осылай құмда ойнаған жақсы көреді. Ағылшындар өздерінің балаларын видеоға түсіргенді ұнатпайды, сол себепті бұл жерде көп түсірмеуге тырысамыз. Go. Yeah. I like cake. Let's go again. Yeah. Hi. Hi. You're having fun? Yeah. Cool. Yeah, she wanted to go on the sand, but I told her it's better not to get messy. Do you like it here? You're enjoying yourself? Yeah. No, not me. Why me? Мына жақта балалар осылай жіпке өрмелеген жақсы көреді. Және де мынадай алты болған ұқсас качеля бар екен. Качеля қалай болады қазақша? Ана кинолардағы ежелгі қалалардың қақпасын бұзады ғой, соған ұқсайды екен. Are you gonna be tortoise this time? Go behind the lion. You're gonna be tortoise, I'm gonna be rabbit, okay? I'm gonna be so fast, I'm gonna beat you. No, wait. Ready, set, go.
Yay! Good job, you. High five. High five. Good job. Oysa. До. Иә, мынау ағаштан жасалған есік екен. Оның ар жағында не? Оның ар жағында қателеспесем садик болу керек. Сосын сіздерге бір қызық дүние көрсетейін деп едім. Оның жерде мынандай тастар бар. Бұл тастар бұл декорация емес. Бұл тастар балалар өзінің аяғымен жүріп, сезініп, осындай текстураны сезіну үшін арналған. Бұл олардың дамуына өте қажет. Аяқтарымен сезініп, түйсіну қабілеттерін дамытады. Мұны тек қана тас емес, ана жерде шөп те бар. Осыларда өздерінің балалар жалаң аяқ жүріп, аяқтарымен сезіну керек, білу керек. Міне ағылшындар осында ойлайды. Біз осымен қайтайық деп шештік. Табиғат аясында керемет демалыс болды. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, егер алдағы уақытта тағы да осыған ұқсас видеолар түсіргенімізді қаласаңыздар, каналға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.